Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде жаңа влог. Бүгінгі влогымда мен жай ғана сіздермен бірге әңгімелесу және де сатып алу болатын болады. Мен мына жерде сумкаға барлығын салып алып келдім. Мінекей мынандай сумка алдыңыз. Осындай бүгінгі алған заттардың барлығы скидкаға түсіп жатыр екен. Біразын енді скидкамен алдым. Бірінші сіздерге көрсеткен жаңағыдай шопер сумка. Осындай біреуін 500 қанша? В общем, 596 ма 600-ге жақын тұрады. Бұл 2-3 теңгесін алып тастады. В общем, соменен 390 теңге, 350 теңге ма болды. Осындай біреуін алып. Осыған бола Сенсейға кірдім. Осыны алғым келіп жүрген болатын. Жазың күні алған жоқ едім. Жазың күні сәл қымбаттау еді. В общем, жазың күнде қымбат болса да ала беретін едім. Просто білмеймін не үшін алғым келген жоқ. Әйтеуір сол кезде алмай кетіп қалған болатын. Бұл жолы енді мен сумочка кішкентай ұстап бардым. Сондықтан осыны алуға тура келді. Пакет ұстағым келген жоқ. Мынау енді жақсы. Мысалға енді сумочка болсын, сумка болсын ұстап жүретін болсам, осыны міндетті түрде мына шоперді сумкама салып жүретін болам. Қандай зат алсам да осыған салатын болам да, то пакет, барлығы пакет ұстап жүргеннен гөрі осы сумканы ұстаған жақсы. Мен мынандай кішкентай сумочкам бар, оған кошелек и жаңағыдай телефон екеуі зорға сияды, екеуіне зорға сияды сумочкаға. Содан кейін барып, қазір сіздермен бірге косметиканы кейінірек бөлісетін болам. Қазір тез айтып кетейін. В общем, бізде Сенсейден алған заттардың барлығы 3336 теңге шықты. Барлығы осындай барлығы болғанда мен 1-2 қана зат алдым. Негізі көп зат маған ұнады. Бокал да ұнады, жаңағыдай тағы да нанның бетіне жауып қоятын да ұнады, одан кейін жұмыртқа қиятын да ұнады, барлығы ұнады, но кішкене өзімді тоқтаттым, керек па керек емес па, барлығы жаңағыдай хлам болып кете ма деп соменен алмай қалдым. Ең керекті нәрсе менде мінекей мынандай зажим алдым 790 теңгеге. Бұл өте керекті нәрсе, өйткені біз енді пакетпенен үлкен қылып макарон аламыз, мысалы контейнерге салам, контейнерге кішкентай ғана одан кейін қалғаны қалып кетеді, аузы ашық қалады. Көбінесе мен оның аузын скотчтап тастайтын, бүйтіп бұрып сөйтіп барып скотч бүйтіп жабыстырып қоятын скотчты. Енді жаңағыдай бұрап аузын осыменен қыстырып қоятын боламын. Осындай алдым. Әтеге темірін алдым. Темір енді ұзаққа жетеді. Пластмассқа қарағанда пластмасста көріп жүрген болатын, бірақ енді мынау өте жақсы болды. Одан кейін алматқа пижама алдым. Үйге кигенге мінекей осындай майкасыменен, шортыменен мінекей екеуі бірге екен, енді қасымда ештеңе жоқ, қырқатын. Шортыйын көрсетейін, мінекей осындай біреу и мынандай маечкасы бар. Екеуін бірге ұстайын. Осындай маечкасын алдым. Өзіме қатты ұнады, негізі балама ұнамай ма, бағасы 2990 теңге, бізде размер МК. Осындай біреу алдым. Осындай өте қарапайым, бағасына байланысты. Бұдан да үлкендері 2000 ба, сондай тұрады, по-моему. Ендігі кезекте косметика, Жансая Аганас. Мен күнделікті өзім барып алатын жерім. Бұл жолынан да пакетке салып беріп, алдында андай неге сумочкаға салып беріп жүретін. Ең бірінші алған затым умывашка, мынандай Ануадан алдым. Бұл жолы раунд лап емес, Ануа. Осындай бір умывашка алдым. Бұлар да скидкаға түсіп тұр екен. Осындай біреу алдым. Тонер алдым осындай. Бұл да Ануанікі. Сыворотка мінекей. Осындай Ану алдым. Менің терім құрғақ, пигментный пятна бар. Сондықтан осындай алуға тура келді. Одан кейін қазіргі шығып жатқан SPF. Бұл енді бізде сразу күнге шығып кете бересің жағып. Бұрынғыларды 5-10 минут бұрын жағатынсың далаға шығардың алдында. Өйткені онсыз болмайды. Ол наоборот қыл жібереді. Қазір көрсетем. Раунд-лап сондай 5-10 минут жағасын далаға шығардан бұрын, содан кейін барып шығасын. Ал мынада ондай емес, бұда сразу далаға шығып кете бересің. Одан кейін тағы да SPF алдым. Үйде қолданатын болады. Бұл бұрыннан келе жатқан сан деген SPF үйдің ішіне бола береді. Одан кейін барып зажим алдым. Мынандай шаштың объемын келтіретін. Осының бағасы 1000 теңге екен, сыртында жазылып тұр. Енді мыналардың бағасы қанша екенін білмеймін, қазір чектен көретін боламыз. Одан кейін маған подарка салды. Тональный крем салыпты. Бұл енді бізде атақты тональный крем ойдым, по-моему, осыдан да алғым келіп жүр. Ендігі барғанда осы тональный кремді алатын боламын. Сіздерге теріс қаратып отырмын. Мындай. Осындай тональный крем. Бір-екеуін салды ойдым, по-моему. Мынандай бір-екеуін салыпты. Одан кейін сыйлыққа мынандай заголка салыпты.
общем барлығын қосқанда 39.600 теңге шықты мінекей. Нормально, мен бұдан да көп болып кететін шығар деп ойлаған болатын негізі. Нормально болды. Мінекей менде осындай сатып алу болды бүгін. Жаңағыдай 1-2 сағаттай барып аралап, киімдер қарап, өзіме ондай қатты ұнайтындай киімдер көрген жоқпын. Сонымен үйге қайттым. Қазір бізде уже кешкі тамақ басталады, кешкі тамақ істейтін боламыз. Стол стулья алған болатынбыз. Сіздермен бірге бөлістім ба, бөліспедім ба, білмеймін, енді сіздерге тағы да көрсете кетейін. Жаңағыдай оған чехол алдық. В общем, еще Алматыға не алдық? Көрпе алдым жамылатын, ода мүлдем жоқ еді ғой. Мен ол да бізде Ник Стори, оны да сіздермен бірге бөлісетін боламын. Мінекей бізде осындай стол стулья алған болатынбыз. Енді орнын босату керек. Мына уголокта стол стулья келмей жатып сатып жібердік, ақшасын алып қойған. Папамыз бізде пысық ондайға. В общем, енді осы жерді қазір босататын боламыз. Бұл жерде енді бізде уголоктың астында көп нәрсе тығылып тұратын. Осылардың барлығы шығып кетті. Қай жерге қоятынымды шын айтқанда білген жоқпын. Маған осы уголок ыңғайлайтын, әйтеуір не болса да осының ішіне тыға беретін. Енді барлығын орнына қою керек. Енді кладовкаға тығатын боламыз. Алдыңғы видеода сіздермен бірге осылардың барлығын реттестіріп кладовкаға орнына қойдық. Енді белгілі болды, кладовкаға саламыз. Сол 1-2 күндей тұрды, жаңағыдай столдың үстінде, терезенің үстінде. Одан кейін бізде жаңағыдай жұмыс болып кетті. Как раз папамыз демалды, сонымен базарға бару керек болды, стол стульяға чехол алу керек болды. Сонымен жүріп қалдық та, сонымен осылар қалып кеткен болады. Кейін барлығын жақсылап жинастырып алдық. Енді орнын босатамыз осы жерде. Енді кештеу келді бізде стол стулья, өйткені Саркемерге келем дегенше оларды жаңағыдай сорттап, реттеп, паштаматқа салатыны бар, жаңағыдай үйіне шейін апарып беретін бар, солардың барын реттеймін дегенше кеш болып кетті. Сонымен кешке таман алып келді. Папамыз енді бірнеше жұмыстармен далаға шығып кетті. Жұмыстарын істеп боламын дегенше мына жерді мен жинастырып қойын, барлығын жаңағыдай босатып қоян, содан кейін барып столды осы жерге кіргізетін боламыз. Мына жерде көптен Каспийде заказ келді. Алмат несі айтып отырмын, қайшы алып келші, қолымды қиып жібереді. Стол, стулья. Столымыз қара болады, жаңағыдай стол серый болады. В общем, мынау аяғы, мынау жаңағы стулдардың аяқтары. Мына жерде енді менде таңғалғаным 6 стол мына жерге сиып кеткен ғой, бір коробкаға. Мен ойладым да барлығы бөлек-бөлек болып келетін шығар деп. 2 столдан сөйтсем 6-ын бірден салдым ғой мына жерге. Соған таңғалып отырмын да, 6-ы қалайша мына жерге сиып кетті деп. Сонымен мынаны Алматы ашып көріп жатыр. Біздің көзімше ашты. Жаңағыдай телефонға түсіріп алды, қай жері сырылған, қай жерінде сынық бар дегендей соның барын көрсетті. Бәрі жақсы пока. И жаңағыдай түсін серый болатын, сол түсті. Үлкен нәрсе yapsың ғой, иә? Мен сен қайшы де әкеледі дедім. Бар еді ғой қайшы. Ана мен ине жіптерім арасында бар еді. Міне бонты, несі, мынау не өзі? Мынандайын салып жүрген. Қағазмен мынандайын салып жүрген. Ал? Инструктаж бар екен ғой. Міне осындайын салып жүріпті. Алмат. Алмат бүгін жұмыс істеп, күйіп келіп, мен қап-қара болып. Тура мектепке жақындаған кезде күнгі күйіп, әбіржіп жүр, өзімен өзі. Менің атым қожадағы аты, ана баланың аты Сұлтаннан тұра алмай шашым жира. Тура Сұлтан. Менде қосымша бер жүр екен, не өзінің. Визиткалар ма несі? Бәрін салып жүрді ондай. Күшті? Күшті екен ой. Жұмсақ. Ойламаған жерден стол стулья алып қалдық. Мен вообще алмаймын деп ойлаған болатын. Бағасы 94 мың. 94 мыңға алып қалдық. В общем, тағы да посылка келді маған. Біз осындай стол стулья алған болатынбыз. Каспийден заказ бердік. Уже бізде бір апта болды бұл стол стульяның тұрғанына. Уголокты саттық. Ойда жоқта осы стол стульяны алып қалдық, негізі бар ғой. Одан кейін базарға барған болатынбыз. Өйткені мыналардың сыртын міндетті түрде чехол кигізу керек болмайды. Жаңағыдай майлы қолымызбен ұстап қалуымыз мүмкін, басқа да нәрселер табуы мүмкін. Сыртын қаптау керек міндетті түрде. Одан кейін базарға барған кезде таппадық мыналарға. Базардан чехол таппадық.
именно өзіміздікінен бар, бірақ бар болғанмен түсі басқа. Бізге именно сұр түсі керек. Осындай мінекей, мынадан енді сәл-сәл өзгерек болатын шығар ол түс. Қазір көретін боламыз. Бұған шағы жоқ. Бұл нестандартный, нестандартный деп айтады. Мына жерінде мынандай бар мінекей. Мына жерінде мынандай жоқтарға ондай чехолдар өте көп. Каспийден заказ беруге тура келді мынандайдан. Сонымен осы чехолды алдық, қазір кигізіп көретін болам. Одан кейін бетіне мынандай жидкий стекло алдық. Енді 1-2 күн жатсын деді сатушы. Мінекей 1-2 күн жатса өз орнына келеді. Содан кейін барып жақсылап мына жерін бүйтіп қырқатын боламыз. Мынау енді мен баламның мына пальчигі. Жаңа ойын ойнаған кезде киетін. В общем, баяғыда 4-3 класста алған болатын. Әлі жүр ғой. Бір жерден тауып алдық осы жақында. Сонымен қайттан киіп жүр. Бетін онша түсіртпеді ау деймін, Алматыға сүрт деп едім осының бетін. Сонымен беті кішкене нан болып тұр, енді ештеңке қылмайды. Осындай стекло алып келдік базардан, болды. Басқа ештеңе алған жоқпыз. Негізі чехол, мынаның бетіне жаңағыдай жидкий стекло аламыз деп барған адамбыз. Жаңағыдай таппадық. Сонымен Каспийден заказ беруге тура келді. Одан кейін мына жидкий стеклоны алдық та қайттық. Мінекей сіздерге көрсетемін. Алыстан қандай екен стол, мінекей осындай. Қара түсінен заказ бердім. Негізі ақ түсінен беру керек бет деп қоймай, мейлі болады, осы да болады, жақсы. Енді мына столды алғаннан кейін мына жердегі обойды ауыстырғым келіп жатыр, үшін мына пердені де ауыстырғым келіп жатыр. Мына жерде мүлдем сәйкес келмейтін сияқты, мына обойда и мына пердеде көретін боламын. Бірінші ашып алайын мынаны, содан кейін сіздермен бірге сыртына кигізетін боламыз чехолын. Мінекей аштым, кигіздім, осылай қойып қойдым. Өте әдемі, өте жақсы, бірақ енді түсі біздікінен басқа екен. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бізде түсі басқа, сұр, қызғылт, сондай бір екі түсте ойнақтап тұр. Мынау бізде бірыңғай түс, өте әдемі келді. Мына жерлер енді кішкене болса да мына жаққа бүйтіп кіріп тұру керек, өзі орнына әдемі келетін шығар деген ойдам енді орнына. Одан кейін мынандай аппақ ішінен шықты. Енді мынаны қай жеріне салатынын білмей жатырмын. Қай жеріне қояды оны, қалай пайдаланатынын түсінбей жатырмын. Атақ әдемі сияқты. Енді кім қалай ұстаса да бәрібір ойшым бұлғанып қалады деген ой жоқ. Мінекей осындай әдемі болып шыға келді. Қазір алыстан көрсетемін. Жеке-жеке салфанға салынып келеді екен. Осындай болып мінекей. Қазір барлығына кигізетін боламыз. Осының барлығына осыларды кигізетін боламыз. Енді созылады деген ойдам. Ар жағына кіргізсем кірмей жатыр да. Мінекей былай істесем кірмей жатыр мына жағы мінекей. Мынау енді более-менее жақсы, оған ештеңке дей алмайсың. Базардан таппадық бұндай чехол. Ары айналдық, бері айналдық. Өзі жаңағыдай екі-ақ жерде көрпе сататын жерлерді әбден араладық. Ол жерде мүлдем жоқ. Стандарттікі бар, ол нестандартныйдікі мүлдем жоқ. Бұндай енді шығып жатыр. Бұндайға енді келетін шығар деген ойдамын. Өйткені көбісі бұндай әкеле бермеген. Алып келсе де жаңағыдай басқа түсінен алып келген. Көбісі бір-біреулеп сатып алатын болу керек. Сонымен біреу-екеу қалғандары да бар енді. Бізге ұнағандардың 1-2 ғана қалған жаңағыдай көптеуінің қоңыр түсті, қызыл түсті, басқа түсті екен. Сонымен алмай кетіп қалдық. Сонымен Каспийден заказ беруге тура келді. Каспийде де қорқып заказ бердік. Жаңағыдай тура келе ма, тура келмей ма, сол жағы бізге уайым болды. Мінекей келді. Енді кішігірім кішкентай болып қалған сияқты маған. Біреуінікі вообще кішкентай болып қалды енді. Уақытша тұруға болады енді көретін боламыз. Мен ойлап жатырмын осының ортасына осындай чехол сатып алып, ортасына кішкене қосып жіберіп, тігіп, сөйтіп осы ары қарай тығып қойса болатын шығар деген ойдам. Мінекей осындай болып шықты. Ана стулдікі негізі онша емес болып қалды. Мынау кішкентай болып жөнді тікпеген, мүлдем басқаша. Ал мыналардікіне әйтеуір жолымен келді әйтеуір барлығы. Артынан қарасаң әдемі. Былай, болады. Күшті деп те айта алмаймын, жаман деп те айта алмаймын. Уақытша енді осылай тұруға тура келеді енді. Жаңағыдай кір болып қалмау үшін. Негізі өзінің жаңағыдай түсі әдемі, өзінің жаңағы столдың өзі әдемі да, бірақ чехол енді барлығын құртып тұр. Пока осылай тұра берсін. Енді бізде мынау ашық сұр түсті болып келе ма десем, бұл бізде қазір жаңағыдай темный сұр түсті. Мына жерде кәдімгідей ашықтау болып көрсетіп тұр экранда. Но самом деле кәдімгідей темный сұр түсті болып тұр. Болады. Бізде кезекті сатып алу тағы да, ол осындай конфетница. Мына жерде енді басқа түрі болып тұр. Негізі мен басқа түрінен алған болатын. Мына жақтан тура мынандай түрінен алдым. Бұл бізде Саркемерден тауып алдым. Ойда жоқта негізі мен Каспийден заказ берсем ба деп ойлап отқан болатын. Или Инстаграм, или Каспий. Сонымен өзіміздің Саркемерден табылғаннан кейін алып алдым. Бір апта бұрын көріп кеттім.
магазиннен. Содан кейін алсам ба алмасам ба деп жүрдім. Ойлана келе алатын болып шештім. Бұған не салып қоям? Конфет салмаймын. Бізде үйде көбінесе алмат сушки жейді, жаңдай крендельки жейді. Сондай жаңдай нелер бар. Конфет, печеньелар, сондайларды салып қоям. Печенье, кей кезде печенье салып қоюға өте ыңғайлы. Крышкасы бар, сондайда беті жабылады, өте жақсы. Тура осы формада маған қатты ұнады. Негізі конфетница болып саналады, бірақ мен тарелка ретінде қолданайын деп отырмын ғой. Жаңда үлкен ұзыны да бар, и мынау кішкентай, мен кішісін алдым, үлкен, мынау бізде енді кішкентайын алдым, үлкендері де бар. Мына жері ұзындау болып келген, маған осы жетеді. Мынаны қазір салфаннан алып, ашып сіздерге көрсететін боламын. Тағы да айта кетерім, Алматқа ночник алдым. Ол бізде футбол формасында, жаңа футболкасы бар, бутсы бар, қасында добы бар, сондай ночник алдым. Өте жақсы ұнады. Түнде бізде Алмат кішкенеде кешірек жатады, сол кезде қосып қоюға болады. Жаңағы зарядкасын қоюға, ары бері су ішкенде неғанда өзіне қойып жатады. Мінекей осындай конфетница. Өте жақсы. Мен негізі тура осындай формада кесеге Алматқа жаңадай жейтін печеньеларын салып қоятын. Оның бетін майлықпен жауып қоям. Майлықпен жауып қойған күні Алмат көрмейді, оны жемейді да. Мына жерде мысалға жаңадай печеньесін салып қоям, и жаңадай крышкасын жауып қоям. Мына жерде барлығы көрініп тұр, Алмат алып жеп жүре береді. В общем, үйдегі жандардың барлығы көрсе, ол да жеп жүре береді. Ата көбінесе майлықпен жауып қоям. Оны мысалы мен көбінесе ашуды ұмытып кетемін. Сонымен қалып қалады сол жерде. Ішіне осындай конфет салып берді. Бос кетпесін деп осындай кішкентай. Бұны қазір ана жаққа қоятын боламыз. Қайырлы кеш. Қазір бізде мына жерде машина тұр. Жаңағыдай қыздырып жатыр, апарып тастайды. Сол кішкене кедергі жасауы мүмкін, кейбір сөздерім естілмей қалмаса. В общем, кішігірім продукт алып келдік. Қазір сіздермен бірге бөлісетін боламыз. Лепешка. Қазір нан пісіріп атқан жоқпын, сондықтан 2 лепешка алдық. Азанға жетпейді. Үйде булка нан бар. Одан кейін барып филе. Осындай алдық біреуін. Үйде ет таусылып қалды. Пока осында жей тұратын боламыз. Негізі мен нан жөнді байқамаппын. Филе дейді. Вообще мен байқамаппын. Ну ладно, кете берсін. 2 мороженый. Одан кейін андай печенье. Бағасын айтатын болам. Бағасы бізде Фокс. Пионер бұл печенье бізде 593 теңге. Жаңда филе 2800-ге шығыпты. Нанды енді білмедім, қанша екенін астына жаза кететін боламын. Жұмыртқа 15 жұмыртқа алдық. Одан кейін барып мынандай кефир алдық. Ойыны бүйек кефир екен ғой, мен йогурт екен деп жүрмін. В общем, осындай біреуін алдық. Айран мынандай біреуін алдық. Одан кейін барып осындай печенье 1880 теңге болып шығып тұр. Докторский колбаса 2659 теңгеге. Одан кейін барып мен мынандай вернель алдым. Кондиционер свежесть. Осындай біреуін алдым. Үлкен біреуін көретін боламыз. Иісі қандай болатын, қалай өзін ұстай. Осындай біреуін алдық. Болды. Осындай бізде бүгінгі продукты. Беги магазин чегі. В общем, айранның бағасы бізде 605 теңге тұрады екен, мороженый 325 теңге, колбасаның бағасын айттым сіздерге, 2804 теңге. В общем, одан кейін барып, мына жерде сырдың бағасы, по-моему, сыртында жазылып тұрды, сіздерге айтуды ұмытып кеттім ғой деймін, по-моему. Сырдың бағасы, по-моему, бізде 1070 теңге. Одан кейін барып, жаңадай кефир 800 теңге, одан кейін сыр жаңа 1120 теңге, тағы да бір сыр алдық. Ол бізде президент сырғау деймаха сондай. Одан кейін барып қазір сіздерге нені көрсететін болам. Бізде жұмыртқаның бағасы 57 теңге. Барлығын қосқанда 855 теңге шықты. Лепешканың бағасы 160 теңге. Екеуі 320 теңге шықты. 320 теңге ма? Қой. В общем, 320-дан ба? 160-тан ба, 320-дан ба, шатасып кеттім ғой, в общем. Сонымен пакеті бар, жаңадай. В общем, болды сонымен 3516 теңге шықты, в общем, осындай бізде баға. Келесі біздің заказ. Алматқа жамылатын көрпеше, мінекей. Қазір ашатын боламыз. Қайшы ештеңке керек жоқ, ашинаға ашады.
Бүгін негізі қалаға шығуым керек еді, осы үшін ешқайда шыққан жоқпын. Ешқайда барған жоқпын. Тағы да Ник Стори постель заказ берген болатын осыдан. Енді мінеки одеял заказ бердім. О, шторым түсіп кетті. Бұған қайшы керек екен. Ішімен мәжен. Жақсы көрініп тұрмын өзі. Алысырақ қойын. Көрінбейтін сияқты. Байындап тұрмын кішкене. Қалай болып шығады екен, қандай болады екен деп. Неге осындай болып келеді екен. Бірнеше қапталады екен. Сыртындасын аштым, одан кейін ішінен тағы да. Неге алмады сен не? Көрпеше. Жамылатын. Қалындығын көрсетем. Міне, болады ғой, қалынды. Қалынды как раз мен балама болады. Мен балам ыстықтап жүреді ғой, ыстығы тасып. Мынау енді как раз болады. Сырты мақта, іші лебяжий пух деймі, сондай екен. Қазір сіздерге несін көрсетем. Қағазын тоқтатып оқысаңыздар болады неке. Неке көрпешені жайып көріп жатырмда, и менде көрпеше кішкентай сияқты. Менің көзіме солай көрініп жатыр. В общем, мен мынаны өлшеп көрдім. Былай ұзындығы 200, былай қарай 1:50 болу керек, 1:40 болу керек. Мына жерде 1:40 шықпайды мына жері. 1:37 шығады болды. Что-то кішкентай былай қарағанда. Қалыңдығы, в общем, нормально, өте жақсы. Маған ұнады қалыңдығы мінеки. Осындай қалыңдық Алматыға қатты қалың алған жоқпын, өйткені Алмат бізде ыстықтағыш келеді, в общем, ыстықтап жатады. Өмірі көрпе жамылмайды, қысы жазы көрпе жамылмайды, сондықтан осындай жұқалауын алдым мінеки. 1,5 адамға осындай. 1,5 адамдық осындай. 2,5-дық енді білмеймін қандай екен. Ну, нормально енді. Көреміз енді. Қыста өзін қалай ұстайды, қалай жылы болады екен. Негізі өзімізге де тура осындай түсінен евро стандарт, евро стандарт осындай біреуін алғым келіп жүр. Біздің де көрпе жоқ жамылатын. Ол да ескі, негізі барлығы ескіріп жатыр. В общем, көрпелердің барлығын жаңғыртатын боламын. Осындай. Жинастырып қою керек. Қайтадан өзінің жаңағыдай чехолына салып қоятын бол, пока төсектерге жинамайтын болам. Кладовкада тұра берсін. Жаңағыдай подъедельникті мынаның үстіне қойып көрдім. Мынаншама үлкендігі бар. Бола берсін, өйткені подъедельник бізде ыстық суға кей кезде жуылады, сол кезде кішкене болса да тартылады мақта. Ол таза мақта ғой, қанша дегенменде жуылған кезде қысқарады. Сондықтан жаңағыдай үлкендігі болатын көрпеге тура кеп тұр негізі. 1-2 жуылғаннан кейін ол подъедельникте тартылады негізі. Мінеки. Осындай түсінен бердім. Ақ түсі бар, и мынандай осындай түсі бар. Бірақ жақсы, өте әдемі. Бірақ жылуды қалай сақтайтын білмеймін шын айтқанда. Біздің үй ыстық, былай болатын шығар деген ойдамын.